Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 8-ші сабақ. Қай ғимарат ұнайды? Какое здание нравится? Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Ескі, старый, тұрғын, житель. Теперь обратите внимание на произношение слова тұрғын. Когда пишем тұрғын, а когда произносим, говорим тұрғын. Ал енді жіктік жалғауын еске түсірейік. Сначала послушайте, а потом повторите за мной. Обратите внимание на окончание. Мен президент саябағына барамын. Я пойду в парк президента. Сен президент саябағына барасың. Ты пойдешь в парк президента. Сіз президент саябағына барасыз. Вы пойдете в парк президента. В уважительной форме. Ол президент саябағына барады. Он пойдет в парк президента. Келесі тапсырма. Мәтінді оқы, әр сөйлемге сұрақ қой. Прочитай текст и задай каждому предложению вопрос. Президент саябағы Астананың көркі. Президентский парк – красота Астаны. Символ, можно сказать. Оған қала тұрғындары мен қонақтар жиі барады. Его часто посещают жители и гости города. Саябақтың маңында ескі үй жоқ. Рядом с парком нет старого дома. Айналасында биік, әдемі, жаңа ғимарат көп. Вокруг много высоких, биік, әдемі, красивых, жаңа, новых зданий. Парк Ақорда бейбітшілік пен келісім сарайы саябаққа көрік береді. Парк украшает Ақорда и дворец мира и согласия. А теперь, ребята, зададим вопрос каждому предложению. Например, к предложению президент саябағы Астананың көркі можно задать вопрос Астананың көркіне. Онда кімдер барады? Саябақтың маңында қандай үй жоқ? И так далее. Дальше продолжайте сами. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, сөйлем құра. Вставь нужные окончания вместо многоточий. Например, Астананың сәулеті өте әдемі. Астанада әдемі көп қабатты ғимарат көп. И так далее. Из этих квадратиков выбираете окончания подходящие и дополняете предложение. Есте сақта, запомни. Мен саябаққа бардым. Саябақта субұрқақтар бар. Саябақтың айналасында әсем ғимарат көп. Саябаққа қала тұрғындары жиі барады. Осымен біз сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание.